Қайырлы күн, бүгін сіздермен Сара, бүгін сіздермен осындай керемет дәмді, өте нәзік болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Міндетті түрде соңына дейін видеоны қарап, менімен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Ал ендеше подписать деп батырмасын басып, қоңыраушаны видеоға қойып қойыңыздар. Менің әр шыққан видеомды көріп тамашалап отырасыздар. Ал ендеше кеттік. Алдымен осындай құрғақ заттарымызды, яғни ұнымызбен разрыхлителімізді араластырып қоямыз да, жеке ыдысымызды салып, 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Достар, мен қажетті заттардың мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін, сол жақтан таба аласыздар. Ендігі кезекте бірінен соң бірін, яғни айран, су және де сұйық майымызды саламыз, қантымызды да барлығын бірдей салып жібереміз де, жақсылап миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғары жылдамдығына дейін шамамен 10-15 минут, яғни біздің қантымыз мүлде еріп жоқ болып кету керек болады, және де айранымыз, біздің айранымыз қолдың айраны болған дұрыс, немесе дүкендікі болатын болса 3-2% айранды қолданыңыздар. Міне мен сіздерге мына жерде көрсетіп тұрмын. Ешқандай қанты қалмаған, ұнтақ болып жоқ болып кеткен сұйық масса шығады. Ендігі кезекте ұнымызбен разрыхлителімізді міндетті түрде електен өткізілген болуы тиіс. Барлығын салсаңыздар да болады. Мен бұл жерде барлығын салдым. Егер де ыдысыңыз кішкентай болатын болса, бөліп салуларыңызға да болады. Миксердің жай жылдамдығымен барлығын біркелкі түйіршіксіз болғанынша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне мен сіздерге көрсетіп тұрғандай, міне біздің массамыз осындай болады. Достар, бізде өздеріңіз білесіздер, әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан 30-50 грамм ұн ойнайды. Сондықтан мен сіздерге толықтай көрінсін деп массаны толықтай көрсетіп жатырмын. Осындай сұйықтықта болуы керек. Ендігі кезекте менің қалпым осындай кекстің арнайы қалпы. Ішін бір рет қана майлап аламын сұйық маймен. Кейінгілерін майламастан ғана пісіріп ала беретін боламыз. Дәл осылай барлығын пісіріп аламыз. Және де сіздерге тағы бір лайфхак, оңай құйылуы үшін осылай кондитерский мешокқа құйып, дәл осылай салсаңыздар болады. Бір жағынан бәрін мөлшері бірдей болады. Достар, тағы айта кететін жайы, менде дәл осылай 36 штук кекс шықты. Ешқандай таразысыз осылай бөлдім. Кондитерский мешокпен құйсаңыздар да болады. Ол міндетті емес, қасықпен құя берсеңіздер де болады. Видеода көрсетілгендей барлығына толықтай құйып болған соң, алдын ала 15 минут алдын қызып тұрған пеште 180-200 градус шамасында пісіріп аламыз. Міне біздің пісіп шықты. Бұл жерде ыстық болып тұр. Негізінен анық болсын, түсінікті болсын деп мен сіздерге астында алып көрсетіп жатырмын. Оңай алынады. Енді кезекте міне, ал біздің кекстеріміз дайын, өте дәмді, шайға тәтті тіске басар болып шығады. Дәмі дүкендегінен еш айырмашылығы жоқ, тіпті дүкендегіден артық десем де болады. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріп отырсаңыздар болады. Ал ендеше менімен бірге жасасаңыз, сіздерге де ас болсын.